Biz bilетін Қасым-Жомарт Кемелұлы бұл кісі ең біріншіден үлкен профессионал дипломат. Бұл кісінің сөзі есте қалыпты. Қазақ тілі қазақтың жаны деген Қасым-Жомарт Кемелұлын көкке көтеретін, халықтың жүрегінің төріне шығаратын бұл ұран. Ол кісінің ерекшелігі осы мемлекет баспалардың бәрінен өтті. Министр болды, мемлекет хатшысы, премьер-министр, сенатта басқарды. Әсіресе анау БУ-дың бас хатшысының орынбасары болды. Одан кейін жаңағы Европадағы сол БУ-дың жаңағы бөлімшесін басқарды. Бәр жағынан енді Тоқаев мен ойынша дайын. БУ-да 5 мүше бар бізден. Сол БУ-дың тілін бәрін білесіз Қазекең. Ағылшын тілі, Қытай тілі, француз тілі, орыс тілі. Демек, бұл әлемдегі саясаткерлердің бәрімен тікелей ешқандай жаңағы аудармашысыз сөйлесе алатын адам. Тек қана саясаткер емес, өте сабырлы, салмақты азамат, елдің жағдайын білетін, Қазақстандағы әрбір отбасына аралап, көріп, солармен араласып, солардың қиындығына көзі жетіп, соларға өзінің тілегін, жақсылығын айтып, қолдан келсе көмегін беруге дайындығы екендігін ылғи айтып жүреді. Қазақта көргені бар көшбастар деген сөз бар. Мәселе өзі жалпы мына тектен де білініп жатады. Енді өзіңіз білесіз, бұл кісінің мынау қазіргі негізі тегі дегенде бүкіл қазақ білетін, қазақта мына детективті прозаның негізін салған Кемел Тоқаевты айрықша айтамыз. Сондықтан міне осындай әулетте өскен, осындай отбасында өскен, жазушының баласының осындай биік деңгейде болуы ол бір заңдылық секілді. Қасым-Жомарт Тоқаевтың жүріс тұрысында, сөйлеу мәнерінде біз ел арасында көп жүреміз, журналистер, жазушылар, сонда қарапайымдылығы, мынау байлық құмар, мансап құмар еместігі, қарапайым адамдармен тіл табыса білуі, одан әрине білімдарлығы өте қатты әсер етеді. Сол 90-шы жылдардан бастап келе жатқан бүгінгі біздің заманауи мемлекетіміздің құрылысшыларының бірі. Беделді, халыққа сүйкімді, ісінде мін жоқ шындап келген кезде, әй деген ай, мына жерден бүлдірді, мына жерден аттап кетті дейтін әңгіме айтылған емес. Бұл өз саласының профессионалы, кәсіби деңгейі жоғары, өте жоғары саясаткер. Егер біздің мынау бір оқ атылмай шекарамыз бүтінделіп жатқан болса, біздің алыс жақын елдермен байланысымыз болып жататын болса, ол әрине бірінші елбасының және осы сыртқы елдермен байланыс жасауына еңбек сіңірген адам Қасым-Жомарт Кемелұлы. Сыртқы істер министрі болды, премьер-министр ретінде атқарған қызметінде біледі ел халықтың есінде. Сонан кейінгі жылдарда ол кісі сенаттың төрағасы ретінде біздің заңдық, құқықтық мемлекет ретінде қалыптасуымызға үлкен еңбек сіңірген тұлға ретінде білеміз. Тіпті әлемдік деңгейдегі саясаткер деп айтуға толық болатын тұлға. Өйткені ол кісіні шетелдің үлкен басшыларының барлығы біледі. Мәселен, Женевадағы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары қызметін атқарды. Бұл әлемдік деңгейдегі үлкен лауазымды биік мінбер деп айтар едім. Қасым-Жомарт Тоқаев ылғи да елдік ұлттық мүдде биігінен, шындық биігінен көрініп жүрген адам, сондықтан оның жұлдызы ылғи да сол елдік ұлттық мүдде биігінен, шындық биігінен жарқырай берсін.